Индонезияның шағын ауылында ежелгі аңыз бар еді. Оған сәйкес бір бала күн батқаннан кейін сыртқа шықпауы керек. Себебі күн мен түн арасындағы тар мезгілде жын-перілер оянады. Сол уақытта кез келген кезбе олардың назарына оңай ілінеді. Ал жын-пері сізді байқап қалса, өлім сізді алып кетуге келеді. Бірақ бұған сенбейтіндер әрқашан болатын. Бір топ оқушы жақында ғана футбол ойынын аяқтады. Аспан баяу қараңғылана бастады. Мұғалім күн бату, жын-перілер кезіп жүретін сағат деп саналғандықтан, таза емес рухтарды тартпау үшін жақын маңдағы мешітке кіріп дұға етуді ұсынды. Бірақ бір алмастырушы ойыншы бірден бас тартты. Ол бірден үйіне қайтқысы келді және бұдан артық қалғысы келмеді. Сөйтсе, матч кезінде негізгі ойыншылар мен алмастырушылар арасында қызу дау болған. Сондықтан олар енді негізгі ойыншылардың беттерін көргісі келмеді. Жаго жақын тұрды, араласып, жағдайды тыныштандырғысы келді, бірақ басқа алмастырушы ойыншылар бірінен соң бірі келісе бастады. Сондықтан ол аузынан шығайын деп тұрған сөздерді жұтып, амалсыздан топпен бірге кетіп бара жатқан жүк көлігіне отырды. Мұғалім оларды кері шақыруға тырысты, бірақ балалар оны мүлдем елемеді. Осы кезге дейін аспан қара түске боялған, бірақ олар әлі үйлеріне жетпеген. Жүргізуші жолаушы орындықта отырған әйелмен көңілді әңгімелесіп отырды. Жолдың ортасына кенеттен шыққан адамды мүлдем байқамады. Олар уақытында тежегіш баса алмады және оны соғып кетті. Барлығы дүрбелеңмен автобустан жүгіріп шыққанда әлгі адам өліп қалған. Балалар тез арада оның денесін жабу үшін банан жапырақтарын алды, ал Улен жүк көлігінде жалғыз отырды, қалтырап, қатты қорықты, жақындауға батылы бармады. Дәл сол кезде оның құлағына бір түрлі үрейлі сыбыс келді. Жаго қарап еді, Улен еш жерде жоқ. Ол қазірдің өзінде рухтың сиқырына түсіп, өлі адамның елесіне еріп, орманға кіріп бара жатқан. Есін жиғанда оның қарғысқа ұшырағанын түсінді. Сол сәтте оның артында қараңғы рух үнсіз тұрды. Басқа балалар Уленді жын-пері иеленді ме деп алаңдап, орманды іздей бастады. Ең үлкені Эндрю жалғыз әрекет етуді таңдады, бірақ ол бірнеше қадам жасамай жатып, қорқынышты көріністі көрді. Осы арада Жаго іздеуді жалғастырды. Кенеттен артынан баяу, ауыр аяқ дыбыстарын естіді. Артқа бұрылғанда ол Уленнің екі қолымен үлкен тасты ұстап тұрғанын және оны оған ұрып жіберейін деп тұрғанын көріп, қатты қорықты. Шешуші сәтте жүргізуші кенеттен айқайлады. Сол себепті Улен сәтсіздікке ұшырады. Бірақ келесі сәтте оның денесі жансызданды, рухы шығып кеткендей, және ол есінен танып құлады. Жаго қаншалықты қатты шақырса да ол жауап бермеді. Көп ұзамай полиция жүргізушінің қоңырауынан кейін апат орнына жетті. Ауыл тұрғындары мен жоғалған балалардың ата-аналары да оқиға орнына асықты. Автобуста 8 бала болған, бірақ енді тек Жаго мен Улен ғана үйлеріне аман-есен оралды. Қалған 6-ы із-түссіз жоғалып кетті. Улен үйге оралғанда ол бозарған және жансыз болды, бір сөзде айтудан бас тартты. Сол түні Жаго достарымен қайтадан футбол ойнап жүргенін армандады, бірақ кенеттен жоғалған 6 бала арттарын беріп, қимылсыз тұрған күйі пайда болды. Жаго түсінен шошып оянды, қорқыныштан тыныс алуы қиындады. Сондықтан ол су ішіп, өзін тыныштандыру үшін ас үйге жүгірді. Дәл сол кезде ол сырттағы итінің үрейленіп, қатты үргенін естіді. Ол есікті баяу ашты және көргенінен қозғалмай қалды. Улен жерде тізе бүгіп, қанға боялған пышақты ұстап тұр, ал отбасы иті қанға батып, жансыз жатыр. Ол басын баяу бұрып, Жагоға суық, бос көзқараспен қарады. Оны зұлым рух иеленгені анық еді. Жагоның аяқтары босап еденге құлады. Сыртқа қайта қарағанда Улен жоқ. Ол білмегені Улен үйге тыныш кірген. Оның тәтесі шуды естіп, бөлмесінен жүгіріп шықты және Жагоның еденде қалтырап жатқанын тапты. Ол Жагоны оятты. Есін жиғаннан кейін Жаго тез арада Уленнің жатын бөлмесіне барды және оның төсекте терең ұйықтап жатқанын көрді. Ол есіктің алдында тұрды, аң-таң және абдырап қалды. Жаңа ғана болған нәрсе шынайы ма, әлде жай түспе, білмеді. Бірақ ол білмегені, Уленнің қолдары әлі де жаңа қанға боялған. Келесі таңда ата-аналар мен ауыл тұрғындары жоғалған балаларды іздеуді жалғастырды. Олар орманның әрбір дүйімін тексерді, бірақ ештеңе таппады. Дәл сол кезде 3 адам жерде жатқан терісі сыдырылған мысықты және бүкіл орманның азапталған жануарлардың денелерімен ластанғанын көріп, қатты қорықты. Басқа жерде мұғалім жоғалған оқушылар үшін дұға оқыды. Олардың аман-есен оралуын үміт етті. Бірақ Жаго Уленнің дұға етпегенін байқады. Оның орнына оның еріндерінің бұрыштары аздап көтерілген, көздері бір түрлі қанағаттану, тіпті көңіл көтеру сезімімен жарқырады. Сабақтан кейін анасы дәретханаға бетін жууға барды. Кенеттен қасынан бір бейне жүгіріп өткенін көрді. Бұл қызға ұқсады. Қызығып, ол қарауға алға шықты. Содан кейін Уленнің дауысы кенеттен артынан жаңғырды.
Шуды естіген Дейл әжетханадан жүгіріп шықты, анасты сілкіп, не болғанын сұрады, бірақ Улен қазірдің өзінде жоғалып кеткен. Анас баяу тынышталды. Үйге қайтар жолда үш бала Уленнің артына үнсіз қарады. Жаго оларға алдыңғы түні не болғанын айтты, бірақ бұл шынайы болды ма, әлде жай қиялы ма, сенімді емес екенін мойындады. Ол қабағын түйіп: ормандағы сол түннен бастап Улен толығымен өзгерді деді. Содан кейін Дейл атасының оған айтқан әңгімесін есіне түсірді. Шамамен 20 жыл бұрын бір топ бала күн батқанда жұмбақ түрде жоғалып кеткен. Біреуі кейінірек табылды, бірақ сол баланың жеке басы күрт өзгерді. Ол көптеген жануарларды өлтірді және ақыры өзін-өзі асып өлтірді. Мұны естіген Жаго Улен туралы одан да қатты алаңдай бастады. Содан кейін олар артынан асығыс аяқ дыбыстарын естіді. Ауыл тұрғындары алға қарай жүгіріп бара жатты, беттері үрейге толы. Үш бала оларды ертіп көп ұзамай дәл сол қорқынышты көріністі көрді. Жерде жатқан тағы екі терісі сыдырылған жануар. Барлығы жоғалған балалар жынды ашуландырды, бұл жаза деп сенді. Бұл көріністі көрген Жагоға алдыңғы түні не болғаны есіне түсті, және ол бұның бәрінің артында Улен тұр деп күдіктене бастады. Достарымен қоштасуға уақыт таба алмай, Жаго үйіне дейін жүгіріп барды. Уленнің жатын бөлмесінің есігін ашты және оның төсекте терең ұйықтап жатқанын көрді. Оның тәтесі Уленнің мектептен ауырып келгенін және содан бері ұйықтап жатқанын айтты. Мұны естіген Жаго ақыры жеңілдеп дем алды. Бұл сырттағы кесілген жануарларды ол істемегенін білдіреді. Ол шаршап диванға отырды және көп ұзамай ұйықтап кетті. Бірақ көп ұзамай ол сол суық көзқарасты қайтадан сезді. Уленнің көздері оған қадалды, денесін дірілдетті. Бақытымызға орай, тәтесі дәл уақытында пайда болып, үрейлі шиеленісті бұзды. Осы арада анастың үйінде сөзбен айтып жеткізуге болмайтын мазасыздық сезімі болды. Есіктің қағылғанын естігенде, ол бірден ашуға барды, бірақ таңқаларлығы сыртта ешкім жоқ. Дегенмен ол есікті жапқан бойда жоғалған балалар дәл оның терезесінің сыртында тұрды, бірақ ол оларды байқамады. Балалар қараңғыда үнсіз тұрды, бозарған көздері әйнектен оған қарады. Жоғары қарағанда ол Эндрюдің үйінде арқасын беріп, бір түрлі позада тұрғанын көріп, қатты қорықты. Оны одан да қорқытқаны, Эндрюдің артында тағы 5 бала тұрды, олардың әрқайсысы ері сияқты ақ көзді. Бүкіл үй тынышталды, тек анастың жүрек соғысы ғана естілді. Содан кейін көрініс анастың үйіне ауысты. Ол телефонмен сөйлесіп жатқанда, есік баяу сықырлап ашылды, және тағы да Эндрю сол үрейлі позада пайда болды. Анас қозғалмай қалды, үрей оны басып алды, тыныс алуы жиіледі. Ол артқы есікке жетуге тырысып кері қарай шайқалды, бірақ ол қашып үлгермей тұрып, басқа 4 бала жолды жауып тастады. Ақырында ол алтауының қоршауында қалды. Телефондан бір түрлі дыбыстарды естіген Дейл анастың қауіпте болуы мүмкін деп ойлады, және бірден оның үйіне қарай жүгірді. Жолда ол жаңа ғана жеткізілімді аяқтаған Жагоға тап болды, сондықтан екеуі бірге барды. Олар үрейленіп алға жүгірді, түн түсуге жақын қалғанын мүлдем байқамады. Ауыл дәстүрі бойынша күн батқанда ешкім сыртқа шықпауы керек, бірақ анастың қауіпсіздігі үшін олар ежелгі ескертуді елемей, оның үйіне қарай жүгіре берді. Ақыры жеткенде, олар жоғалған сыныптастарының үшеуінің жолда тұрғанын, олардың жолын жауып тұрғанын көрді. Қалған үшеуі шатырда отырды, алтауы да оларға қорқынышты көзқарастарын қадады, беттері үрейлі өрнектермен қатып қалды. Бірнеше сәттен кейін Эндрю бірінші болып қозғалды, ал қалған бесеуі Жаго мен Дейлге қарай ұмтылды. Жақын маңдағы шуды естіген ауыл тұрғындары көмектесуге тырысты, бірақ олар жақындаған бойда, балалар оларды аяусыз соғып құлатты. Жаго достарын есінен танудан оятуға үміттеніп, қатты тырысты, бірақ олар енді адам емес. Олар көрген кез келген адамға еш ойланбастан шабуыл жасайтын жын-перілер сияқты болды. Бақытымызға орай, Жаго мен Дейл ауыл жолдарын жақсы білді, және шабуылдардан жалтаруға жеткілікті епті болды, бірақ көп ұзамай олар шаршай бастады, адымдары баяулады. Дәл иеленген балалар оларды ұстап алатындай болғанда, қиылыстан тежегіштердің қатты шиқылы естілді. Бұл жүк көлігімен келген Эдди еді, және оларға кіруді айқайлады. Жаго мен Дейл өздерінің жалғыз құтқарылу мүмкіндігін көріп, өздерін шегіне жеткізіп, жүк көлігіне секірді. Көлік жылдамдықпен ұзап бара жатқанда, олар ақыры қауіптен құтылды. Көп ұзамай жоғалған 6 бала өздері ұстап алған сыныптастарын жинады, анас олардың арасында болды. Содан кейін Улен баяу оларға қарай жүрді, оның өткір, қорқынышты көзқарасы құрбанына қадалды. Оны бұрыннан жын иеленген, енді ол бәрін басқаратын. 6 бала енді жансыз қуыршақтар ғана, оның бұйрығын күтіп, үнсіз жанында тұрды. Кенеттен Уленді иеленген зұлым рух өзінің нағыз бейнесін ашты, және анас бұл көріністен қорқып айқайлады. Осы арада Эдди қорқып кеткен Жаго мен Дейлге қарап, оларға шындықты айтуға шешім қабылдады. Олардың сыныптастарын ежелгі жын басып алған, ол балалардың жанын аулайтын және адамдарды иелене алатын тіршілік иесі.
Эдди мұның бәрін білді, себебі 20 жыл бұрын оның ең жақын досы дәл осындай жағдайды бастан өткерген. Бұл да күн батқан кез болатын, оның досы ашуланып мұғалімін қарғап, тіпті оған өлім тілеген. Осыдан кейін ауылға бірқатар сәтсіздіктер келді және мұғалім жұмбақ түрде қайтыс болды. Көп ұзамай оның досы жансыз қабыққа айналды, жануарларды азаптап, өз отбасын өлтірді және ақырында өз өмірін қиды. Эдди жынның келесі ыдысы болуы керек еді, бірақ белгісіз себептермен ол оны аяды. Келесі таңда тазалаушы алдыңғы түні өлтірілген балаларды бірінші болып тапты, олардың денелері су, қатты жерде шашылып жатты. Көп ұзамай ауыл тұрғындары оларға жерлеу рәсімін өткізді. Өзен арқылы Эддидің көзі көпшілік арасында кездейсоқ Уленнің көздерімен кездесті. Оның жүзі бірден күрделенді. Ол Уленнің қазір жынның жаңа қожайыны екенін бірден түсінді, себебі оның көзіндегі суық қараңғылық 20 жыл бұрын көргенімен дәл бірдей еді. Бірнеше сәттен кейін Улен көпшілік арасында жоғалып кетті, бірақ келесі секундта ол кенеттен Эддидің дәл жанында пайда болды. Ол оған қарсы шықпауды ескертті, оның күшімен ол балаларды ешқашан құтқара алмайтынын айтты. Эдди оның көздері 20 жыл бойы басып келе жатқан ашу мен өшпендікке толы болып, Уленге қадала қарады. Ол не болса да жынды жоятынына ант берді. Бірақ жын оны өзін асыра бағалаған үшін мазақ етті. Содан кейін ол өзінің нағыз бейнесін ашты және Эддиден баяу алыстады. Эдди ішіндегі ашуды басуға мәжбүр болды және ол қайтадан қарағанда Улен өзеннің арғы бетінде оған суық күлкімен қарап тұрды. Көп ұзамай Эдди Жаго мен Дейлге қасиетті тұмарларды беріп, оларды Уленнің жатын бөлмесінің есігіне және үйдегі әрбір есікке іліп қоюды нұсқады. Ол бұл Уленнің кетуіне жол бермейтінін айтты. Олар үйлеріне асығып, дереу өз тапсырмаларын бастады. Сол сәтте Улен мен оның тәтесі жаназадан жаңа ғана оралған. Жаго мен Дейл жын иеленген Уленді көріп, қорқыныштан қатып қалды. Улен де есіктерге ілінген тұмарларды байқады және оның ішінде қарсылық күшейді. Ол ашулы айқай шығарды. Дәл сол шешуші сәтте Эдди келді. Уленнің маңдайына рунаны басып, дұға оқи бастады. Бірақ ол аяқтап үлгермей тұрып, бір күзетші мен екі ауыл тұрғыны жүгіріп кіріп, Эддиді жерге құлатты және оны бала сатушы деп айыптады. Бұрын Улен күзетшіге Эдди күдікті екенін жасырын айтып, оны және ауыл тұрғындарын оны бақылауға шақырған. Енді ол Эддидің зұлым адам екенін және Жаго мен Дейлді басқару үшін қара магияны қолданатын сиқыршы деп айыптап, хаосты одан әрі өршітті. Қорыққан ауыл тұрғындары Жаго мен Дейлді ұстап алып, олардың қозғалуына жол бермеді. Шегіне жеткен Эдди бар күш-жігерімен күресіп, күзетшінің қолынан босап шықты және Уленнің мойнынан ұстап алды, жынды өзін көрсетуге мәжбүрлеуге тырысты. Ауыл тұрғындары дүрбелеңге түсіп, Эддиді ұстауға асықты. Хаосты пайдаланып, Жаго мен Дейл үйден сытылып шықты. Көп ұзамай ауылда Эддидің ұсталғаны туралы хабар тарады. Барлығы оны өлтіруші деп сенді және оны айыптауға асықты. Осы арада Улен тыныш қана хабар тарату станциясына барды. Ол радио хабарлаушыны нокаутқа түсірді, жазу бөлмесіне сырғып кірді және біртүрлі үрейлі ән айта бастады. Оның әні дауыс зорайтқыштар арқылы жаңғырғанда барлық балалар оның қараңғы сиқырына тартылды, олардың көздері ағарып, естері кетті. Көрінбейтін жіптермен басқарылатын қуыршақтар сияқты, олар бір бағытта жүре бастады. Тіпті Жаго мен Дейл де аман қалмады. Көп ұзамай әрбір есі кірген бала із-түссіз жоғалып кетті. Содан кейін бұрын жоғалып кеткен 6 бала қайтадан пайда болды. Олардың әрқайсысы қолында бір-бір шырақ ұстап тұрды. Эдди күзетшіге өзін босатуды өтінді. Оларды тек өзі ғана құтқара алатынын айтты, бірақ күзетші әлі де екіленді. Ақырында Эдди әлі де күдікті және ол Эддидің арқандарын абайсыз шешуге батылы бармай, жауапкершіліктен қорықты. Бірақ ауылды хаос жайлады, ал балаларға үлкен қауіп төніп тұрды. Өзімен біраз күрескеннен кейін, күзетші ақыры Эддидің арқандарын шешті. Жағдай ауыр болды. Ауыл тұрғындарының жасыруымен ол сыртқа жүгіріп шықты, ал басқалары 6 иеленген балалармен күресу үшін артта қалды. Эдди балалар қайда кеткен болуы мүмкін деп тез ойлады, содан кейін оған кенеттен Уленнің сөздері есіне түсті. Ол қабірлерде бәрін өлтіремін деген. Ол бірден зиратқа жүгірді, және дәл өзі қорыққандай, барлық жоғалған балалар сол жерде болды. Бұл кезге дейін жын өзінің нағыз бейнесін толығымен ашқан және Уленнің денесін басқаларды басқару үшін пайдаланып жатқан. Эдди Уленнің бұдан бұлай азапталғанын көтере алмады. Ол өзін айырбасқа ұсынды, жыннан Улен мен балаларды аяуды өтінді, тіпті олардың қауіпсіздігі үшін өз жанын ұсынды. Жын Эддидің жанын 20 жылдан астам уақыт бойы қалаған, сондықтан ол бірден келісімді қабылдады. Таңқаларлығы, Эддидің денесін иеленгеннен кейін де ол оны толығымен басқара алмады. Өзінің ерік жігерінің соңғы үзіндісін пайдаланып, Эдди қасиетті дұғаны оқи бастады. Балалар азаптан айқайлады, тіпті жынның өзі де дұғаның күшіне төтеп бере алмады. Эдди өз ерік жігеріне сүйеніп, барлық балалар үшін жынға қарсы күресті. Ол өзін құрбан етті, өзенге секіріп, жынмен бірге өз өмірін қиды. Ақырында барлық балалар қалыпты жағдайға оралды.
Эдди ауыл халқының есінде мәңгі қалды, және бұл 2025 жылғы Индонезияның Walk to My Grave қорқынышты фильмінің толық оқиғасы. Көргендеріңіз үшін рахмет, келесі бейнеде кездескенше.